Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай ұйымдастырылған үздік кітап челленджі. Кітап білімнің құнар көзі, кітап рухани байлығымыз, кітап адам баласының ақыл ойынан рухани байлықты сақтап, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын білім және тәрбие беретін құрал. Сондықтан дана халқымыз кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы дейді. Мен ең үздік кітап Абайдың еңбектері деп ойлаймын. Мен Абай атамыздың бірнеше өлеңдерін, сонымен қатар қара сөздерін сүйсіне оқимын. Алған әсерімді, түйген ойларымды сіздермен бөліскім келеді. Мен Абайдың қалың елім қазағым кітабын ең үздік кітап деп танимын. Ұлтымыздың ұлы перзенті Хакім Абайдың бұл жинағына біршама өлеңдері іріктеліп алынған. Өз заманынан оза туған халқының терең ойлары мен асыл сөздері келешек заманаларда да гауһардай жарқырап, көзі ашық көкіректерге нұр болып құйыла береріне сенімдімін. Ұлы Абай поэзиясының кемеңгері. Оны тану, оны түсіну адамзат баласының қолы оңайлықпен жете бермейтін рухани адами биіктікке алып баратын басқыштың бір баспалдағы. Шын мәнінде Абай қазақ үшін әдебиетіміз бен мәдениетіміз, әдет-ғұрпымыз бен салт-сана, рухани болмысымыз үшін өзегі терең бәйтерек. Абай өзінің қажырлы еңбегінің арқасында білімнің биік шыңына шықты, ағарту мен мәдениеттің негізін қалады. Абай қазақ қоғамының арасына жалпы адамзат өркениеттің, мәдениеттің құрығын шашты. Абай ғашық болатын 5 дұшпанды, ашық болатын 5 асыл істі жазып кетті. Мысалы, өтірік өсек мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз дейді. Абай өз басы осы 5 дұшпаннан аулақ болған. Ол пәк, жаны таза адам. Ал талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл көнсеңіз деп, өз бойына осы асыл 5 қасиетті жиды. Қазақтың қуанғанын да, мұңайғанын да, жылағанын да, қиналғанын да, тіпті күрсінгенін де Абай мұраларында тебірене жырға қосты. Сөз өрнегі, інжу маржан мен өрнектеген мұрасының басты тақырыбы адам болу, надандық, жамандық әрекеттен аман болу. Абайдың өзі өлгенмен өлген жоқ. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған деп, кемеңгердің өзі айтқандай, Абай артына өлмейтұғын сөз, өнеге, өсиет қалдырған. Алғаш Абайды бүкіл дүние жүзіне таныту арқылы қазақ халқын әлемге паш еткен дана Мұхтар Әуезов болса, ендігі уақытта тәуелсіз Қазақстанның рухани көшбасшысы Абайды биікке көтеруіміз қажет. Абай қазақтың ұлы ақыны, сазгер, философ. Ақын, ойшыл, аудармашы, данышпан. Ол ел жұртының болашағын ойлап, оқу білімге шақырған. Жаман әдеттен арылып, жақсылықты өн бойына жинауға үндеген. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе деп, сөзімді қорытындылай отырып, Абайдың еңбектерін оқуға бүкіл қазақстандықтарды шақырамын. Мен Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай ұйымдастырылған үздік кітап челленджін серіктес мектебіміз
Морозов атындағы нөмір 51 орта мектеп гимназиясына ұсынамын. Назарларыңызға рахмет. Ali Abdullah атындағы орта мектебінің 6 сынып оқушысы Әбікен Әйгерім. Мен Абайдың «Қалың елім қазағым» кітабын ең үздік кітап деп танимын. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ел данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз сарасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымал бір парасы. Әуелі аят, хадис сөздің басы, қосарлы бағытсынан қайтарасы. Қисыны мен қызықты болмасы сөз, неге айтсын пайғамбар мен айналасы. Мәшіттің құтпа оқыған ғұламасы, мәлжет әмірлердің заңнамасы, бір сөзін бір сөзімен қиыстырар, әрбірі келгенше өшсіміз.